Алтай мен Атыраудың арасын жалғаған ұлан ғайыр ұлы дала елі дарындарға, елдің атын асқақтатқан даңқы тұлғаларға кенде болып көрген емес. Олар қай заманда болмасын, Алаштың атын аспандатып, ұлттың намысына айнала білді. Сонау 9-10 ғасырда өмір сүрген Абу Насыр әл-Фараби, одан бердегі қазақ хандары, олардың қай-қайсысы болмасын, ұлы еліміздің брендіне айнала білді. Әлемнің екінші ұстазы атанған әл-Фараби бабамыз қазақ түгіл күллі әлемді мойындатты. Оның қазақ топырағында туылуы барша қазақ үшін мақтаныш екені даусыз. Қастерлі қазақ жерін ән жырмен, күймен тербеген дарындарымыз да баршылық. Домбыраның құлағында ойнап, қос ішектен күй төккен Құрманғазы, Дина секілді күйшілеріміз қазақ күйінің құдіретін күллі әлемге паш етті. Ән өнері де халқымызға таңсық өнер емес. Күні кеше өмірден өткен Ермек Серкебаев, Роза Багланова секілді саңлақтарымыз қазақ әнін қалай шет елге танытып мойындатты. Сонау 19 ғасырда Париж төрінде қазақ әнін әулеткен Әміре Қашаубаевтың да есімі санада жаңғырып тұр. Ұлттық идеологияның басты құралы болып саналатын кино төрінде де ұлы даланың ұлы тұлғаларының есімдері сайрап жатыр. Шәкен Айманов, Әзербайжан Мамбетов секілді тарлан достар қазақ кино өнерін биік белеске шығарды. Олардың артында талай көрнекті кино туындылар ұрпаққа мұра болып қалды. Барша өнердің төресіне баланатын сөз өнерде халқымыздың оң жамбасына келді. Бас ақын Абайдан бастау алған бұл тізім сан ғасыр бойы жалғасып келеді. Жамбыл Жабаев, Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Әуезов, тағы да басқа қазақ әдебиетінің классиктері бүкіл әлемге танымал. Еліміз егемендік күн алып, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілген уақыттан бері ең басты жетістігіміздің бірі ғарыш төріне үш бірдей планымызды ұшырғанымыз десек ешкім дау тудырмас. Ғарыш пен жер арасында алтын көпір болған Байқоңырдан Тоқтар Аубакиров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов секілді арда туғандар ғарыш әлеміне сапар шекті. Көптеген танымаған елдер ғарышқа апарар жолды таба алмай жүргенде біздің еліміз көктің да тілін тапты. Бұл да халқымыз үшін биік бір белес.